Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі менің вебинарым тақырыбы әдебиет сабағында адами құндылықтарды қалыптастырудың тиімді әдіс-тәсілдері деп аталады. Мен бұл тақырыпқа адами құндылықтарды 7 топқа бөлдім. Мына жерде жақсы мінез-құлықты қалыптастыру, тіл өнерінің қадір-қасиеті мен пайда зиянын ұғындыру, бірлікке шақыру, достық қарым-қатынасты нығайту, ата-ананы құрметтеуге, үлкенді сыйлауға тәрбиелеу, бесік жыры арқылы адами құндылықты қалыптастыру, жеті атасын білуге тәрбиелеу, қазақ халқының салт-дәстүрі арқылы ұрпақ тәрбиелеу деп бірнеше топтарға бөлдім адами құндылықтарды. Негізінен мен әдеби шығарманы таңдап алғанда 8-9 сыныптардағы шығармаларды алдым. Жүсіп баласағұн құтты білік дастанында жүрсін бектер 5 нәрседен алыстап, жақсы атымен дақ тигізбей намысқа, ұшқалақтық бірі, екіншісі сарандық, үшінші ашу, оған негіз надандық, қырсығын сор, бетті жер қып жүргізер, бесінші өтірік, жерге тірі кіргізер, ең қорлығы өзімшілдік залымдық, өзімшілдік тұрланғаны бағыңның деген үзінді бар. Осы үзіндіде мен мынандай оқу мақсатын алдым. Көркем шығармалардағы үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану деп. Осы үзіндіні қолданып, оқушылар шығармашылық жұмыс, өлең, әңгіме, шығарма, эссе жазуға тапсырма бердім. Келесі тапсырмам әдеби шығарманы басқа қазақ әдебиеті және әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу деген оқу мақсаты бойынша Жүсіп баласағұнның құтты білік дастаны мен Абайдың ғылым таппай мақтанба немесе басқа да өлеңдермен салыстыра талдап, сыни мақала жазыңдар деген тапсырма бердім. Енді сыни мақала дегеніміз не? Сыни мақала әдеби сынның негізгі жанрларының бірі. Сыни мақаланың құрылымы мынандай төмендегідей болады. Ол сөз басы. Ең бірінші шығарма авторы, шығарма атауы, талданатын шығарма туралы қысқаша ақпарат беру керек. Екінші, шығарма тезисінен бір-екі сөйлеммен сипаттау керек. Одан кейін автор ұсынған аргументтерді сипаттап болған соң өз тұжырымын жасау керек. Шығарманың маңыздылығы неде, неліктен құнды, соны атап көрсету керек оқушы. Енді негізгі сөз. Бұл жерде қоғамдық мәселені талқылау, құрылымы, стилі немесе көзделген аудиториясы, автор көзқарасын көрсету керек оқушылар. Одан кейін жаңа шығармадан дәлел келтіру керек. Автор ұстанымын, өз ұстанымын дәлелдеу керек. Шығарма үзінділерін қолдану керек. Шығарма үзінділері болғанда жаңағы Жүсіп баласағұн мен Абайдың ғылым таппай мақтанба өлеңінен немесе басқа да өлеңдерінен алса болады. Енді сөз соңында сыни мақаланың оқушылар автор көздеген мақсатына жетті ме? Шығармадан қандай ой түюге болады? Қандай қорытынды шығаруға болады деген сұрақтың жауабын жазу керек. Келесі оқу мақсаты осы құтты білік дастаны бойынша шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу. Мен Жүсіп баласағұнның құтты білік дастанында айтқан 5 нәрседен аулақ болу мен бойымызды таза ұстаудың маңызын талдап жазыңыз деген тақырыпта оқушыларға эссе тапсырмасын беремін. Енді келесі адами құндылықтың бірі ол тіл өнерінің қадір-қасиеті мен пайда зиянын ұғындыру. Осы адами құндылық бойынша Жүсіп баласағұнның шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап әдеби эссе жазыңыз деген оқу мақсатында мен оқушыларға Жүсіп баласағұн тіл туралы алынған өлеңдерінен үзінділер алдым, бірнеше үзінді. Осы үзіндінің мақсаты аз сөзбен көп мағына беруге, көп сөйлемеуге, 96 сөздің толықтай түйінін айта білуге, тілге ұстамды болу арқылы беделі мен жасын ұзартуға болатынын оқушылар ұғыну керек. Сонымен қатар жаңа оқушылар эссе жазғанда ойымның қорытындысы ретінде деп айтады, көп оқушылар сөйтіп жазады. Ал мына жерде мысалға дайын сөздер тұрда Жүсіп баласағұнда мысалға бір сөзбен шештімен сөздің түйінін, көп тобықтай түйі 90 толғанды деген сияқты сөздерді оқушылар дәлелдеме аргумент ретінде алса болады. 90 сөздің тобықтай түйінін беруде деп осы сөздерді алдым. Енді осы құтты білік дастанында 9-2-3-1 оқу мақсаты бойынша шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың троп пен фигура түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру деген оқу мақсаты бойынша Жүсіп баласағұнның құтты білік дастанындағы тіл туралы өлең жолдарынан құбылту мен айшықтаудың түрлерін табыңдар дедім. Бұл жерде метафора, метонимия, қайталаудың түрлеріне анафора мен эпифораны, параллелизмді тауып, ең соңында оқушылар автор стиліне бағалау керек. Мысалға, тіл арыстан есік баққан ашулы деген
тармақта тіл арыстан дегеніміз бізде метафора болып тұр, соны оқушылар тауып жазу керек. Келесі бір адами құндылықтың бірі анықтаған бірлікке шақыру, достық қарым-қатынасты нығайту. Бұл жерде мен Майқы бидің нақыл сөздері бойынша шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықталған троп пен фигура түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру оқу мақсаты бойынша алдым. Енді бұл жерде мен қос жазба күнделігі әдісі бойынша Майқы бидің нақыл сөзін алдым. Алтау ала болса ауызда кетеді, төртеу түгел болса төбеде келеді. Осы екі тармақтан оқушылар троптың түрін анықтаса болады. Одан кейін оқушының пікірі осы тармақ бойынша бірлікке шақыру екенін оқушы өзі жастап болады. Келесі тақырып мен Әйтеке бидің Қасқакөл дауы шығармасын алдым. Бұл жерде 9-1-3-1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау деген оқу мақсаты бойынша кейіпкер орындығы әдісі бойынша Әйтеке бидің Қасқакөл дауының идеясына сәйкес кейіпкерлер анықтаңдар. Бұл жерде бірінші Қасқакөл не себепті даулы мәселеге айналды? Төле би Орманбетке қандай уәж айтады? Үшінші Қасқакөл дауында Әйтеке би Төленің сөзін қостап не дейді? Қасқакөл дауының шешілуіне қай кейіпкердің сөзі негіз болды? Бесінші шешендік сөзінің идеясына қай кейіпкердің сөзінен анықтауға болады? Орманбеттің анасы қандай адам? Яғни осы Қасқакөл дауының шешілуіне Орманбет бидің анасы негіз болады. Соның сөзіне Орманбет би тоқтап, Қасқакөл дауы Төле бидің және Әйтеке бидің пайдасына шешіледі. Енді 8-ші сыныптар бойынша адами құндылықты бесік жыры арқылы адами құндылықты қалыптастыру. Яғни Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя повесінде құндылықтар кеңінен суреттеледі. 8-3-1 оқу мақсаты бойынша шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау оқу мақсаты бойынша мен Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя повесінің тақырыбы, көтерген мәселесі бойынша тарихи және көркемдік құндылығына баға беріңіз деген бірінші тапсырма берем. Екінші тапсырма: берілген екі шығарманың ерекшелігі мен айырмашылығын салыстырыңыз. Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя повесі мен халық ауыз әдебиеті үлгілері. Бұл жерде негізінен бесік жырлары алынады. Бауыржан Момышұлының ертексіз өскен бала рухани мүгедек адам. Біздің қазіргі балаларымызға әжелері не шешелер ертек айта бермейді. Содан қорқам. Менің қазіргі келіндерім немерелеріне бесік жырын айта білмейді деген сөзін айту керек деп ойлаймын, оқушыларға білу керек. Бауыржанға әжесі қыз тумас және бесік жырын айтып берген, тағы да жырлар айтып берген ғой. Соларды оқушылар қалай талдайды? Жаңағы тапсырмалар бойынша талдайды. Екінші бір адами құндылықтың бірі бұл жеті атасын білуге тәрбиелеу. Әкем маған ата тегіміз аты жөнін үйретуші еді. Кімнің баласысың деп сұрайтын ол. Мен Момыштың ұлымын. Момыш кімнің баласы? Момыш Имаштың баласы. Осылай жеті атаға дейін жетелеп отырып санататын. Сонан соң менің жеті атаға дейінгі білімімді тексеретін. Ел танудың басы ең алдымен осылай басылатын, ол кезде кім білген деп жазады Бауыржан Момышұлы Ұшқан ұясында. Оқушылар осы Ұшқан ұя повесіндегі адами құндылыққа тәрбиелеудің бір жолы жеті атасын үйрету жайлы TEDx әңгіме түрінде айтып бер деген тапсырма берем. Бірінші тақырып әке тәрбиесі болады. Мазмұны әке тәрбиесі арқылы жеті атасын жадында сақтауы, форма дәлелді жауап, қорытынды түйін айтады. Екінші адами құндылықтың бірі бұл қазақ халқының салт дәстүрі арқылы ұрпақ тәрбиелеу. Және Ұшқан ұя повесіндегі шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармамен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау оқу мақсаты бойынша мына жерде үзінді бердім. Бауыржанның алғаш атқа мінуі жайлы. Сол үзіндіні оқушылар төрт сөйлем тәсілі арқылы пікір, шығармадағы бала Бауыржанның алғаш атқа мінуі туралы өз пікірін жазыңыз. Бір сөйлем жазады. Екінші дәлел. Өз ойыңызды аргументпен дәлелдеңіз. Бір сөйлем келтіреді. Үшінші мысал. Пікірді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Ұлы даланың жеті қырындағы атқа міну мәдениеті мақаласымен немесе өмірмен байланыстырыңыз, мысал келтіріңіз. Бір сөйлем мысал келтіреді оқушылар. Қорытынды, өзіндік қорытынды шығарыңыз. Осы атқа міну мәдениеті жайлы оқушылар өз қорытындысын айтады. Енді осы Ұшқан ұяда көрініс тапқан тағы бір дәстүрдің бірі бұл сәлемдесуді бала Бауыржанға әкесінің үнемі үйретіп отыруы. Осы сәлемдесуді оқушылар 5 жолды өлең әдісі бойынша тапсырманы орындайды. Бірінші сәлемдесуге байланысты үзіндінің идеясы, екінші көрініс тапқан құндылық,
үзінді мазмұнына сәйкес келетін мақал мәтел, үзіндінің тәрбиелік мәні, ең соңында түйінді сөз айтулар керек. Енді негізінен осы шығармалар Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя шығармасы оқушыларды адами құндылыққа тәрбиелеудің негізгі тетігі десе де болады. Көптеген құндылықты оқушылар осы Ұшқан ұяны оқу арқылы бойына сіңіреді деп айта аламын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.